Мына орман қорқынышты емес па? Анжелика, мен тұрғанда неден қорқасыңдар? Орман, ол мен екінші үйім ғой. Если вдруг бірдеңеден қорқып атсаңдар, мені келіп қатты құшақтаңдар, қорқыныштарың басылады. Роза, өйтіп любой нәрседен қорқа бермесен. Болады ғой қорқатын нәрселер. Мысалы, бүгін Анжелика қорқсын. Әкім мырза, сізге айтар жаңалығым бар. Не болды? Орманға адамдар кепті. Мұны жақсы жаңалық қой. Адам жемегелер көп болды ғой. Күнде дастыра келіп шаршап кеттік қой. Бардан не үшін келген біліп қайт. Құт болады, директор. Көмектесіне, көмек! Тұр. Не істеп жүрсің сен? Сен өтем бүгін түнде. Түсінбедім. Сен бүгін түнде өтем. Серьезно, түсінбедім. Сенен бүгін түнде өтелем. Жай жүрістірме дейсің ба? Бүгін түнде сенен өтелем мен. Шай жүрістірме деймін, не дейді? Бекзат, продуктын шығар. Шашлык сияқты кетті, е? Давай. Қандай продукт? Продукт алған жоқпын ғой мен. Денің сау ма? Туған күні неғып продукт алмағансың? Алатын үйдің ішіне бәрі кіреді деді ғой, продукты да кіреді екен деп қалдық қой. Үй жоқ қой мына жерде. Көшеде жоқ қой мына жерде. Сорлы. Ал ендеше келесі кездескенше достар, видео ұнаса 5 лайкты жинап тастайық.